Құрметті көрермендер, бүгін досымыз екеуміз қайтып Яндексқа шығайын деп жатырық. Бұл жолы біз жаяу жүрмейміз, велосипедпен жүрмейміз. Бұл жолы бізде электровелосипед. Электровелосипедпен жарты күнде қанша ақша табуға болады? Қалай ойлайсыздар? Қазір результаттарын көретін боласыздар. Осындай электровелосипедпен жүретін боламыз. Бұл электровелосипедтер өте мықты. Яғни айтқанда заряды бір күнге жетеді. Біз 2 аккумулятор алдық, 2 аккумуляторы 120 километрға дейін шыдайды. Әдемі скоростьпен жүрсеңіздер болады. Максимальный скорость 60-қа дейін апарады, бірақ біз қаланы ішінеміз, 60-қа дейін бармаймыз. Бұл электровелосипедті бренди компаниясы бізге ұсынып жатыр. Комментарийдің астына, либо профильдің астына кірсеңіздер болады. Контакт бәрін қойып қоямыз. Біздің подписчиктер үшін арнайы скидка бар әрине. Одан бөлек не? Бұл өте керемет электровелосипед. Көріп тұрғандай. Мына жерде сигналы бар, поворотниктары бар, фарасы бар. Одан бөлек экранчик, боковой зеркало бәрі бар. Осындай көрерлер үшін мынандай подставка бар, сөмкесі үшін алсаңыздар болады. Контактный информацияны мен комментарийдің астына жазып кетемін. Достар, бүгін 8 сағат жұмыс істейтін боламыз. Сағат 7-ден бастап 3-ке дейін. Қазір бізде мини перекус. Все, давай досым. Давай. 8 сағатта көреміз, кім қанша ақша табатынын. Уже 11-ші заказ істеп болдық, қазір 12-ші заказға кіреміз. Заказ алма жерде бауырларында собрание құрылтай істеп отқан секілді көрерлер. Міне біз электровелосипедтерді айдап болдық. Қазір тапсырайын деп жатырық. Міне тағы да айтам, бренди деген компанияға тіркеліп кетіңіздер, немесе осы кісілерден алсаңыздар болады 25 мың теңгеге жетсін. Өте качественный, сапалы, жақсы электровелосипедтер. Вообще шаршамайсыздар, тек газды басасыздар, болды. Біз бір күнге шыдады, бізде еще тағы да не қалды, заряд қалды. Құрметті көрермендер, досымыз екеуміз электровелосипедпен жүріп болдық. Біз 8 сағат жұмыс істедік, 8 сағатта 60 километр жүрдік. Мен өзім 14.880 теңге таптым, ал досым болса 13.900 теңге тапты. Чистыми екеумізде 10 мың теңгеден алдық. Екеумізге де жақсы результат. Егер де Астана қаласында тұрсаңыздар және электровелосипед алғыларыңыз келсе, мен жаңағы аста көрсеткен бренди компаниясын жазыңыздар. Сіздерге жақсы скидка істеп береді. Өз бағасы негізі тиімді. Яғни айтқанда көрер болып жұмыс істесеңіздер, өз ақшасын шығарады. Өйткені оңай электровелосипедпен жұмыс істеген бәрібір де. Осы видеоны аса лайк басыңыздар, пікір қалдырып кетіңіздер комментарийда. Мүмкін басқа жұмыстарын көрейік, мүмкін басқа бір нәрсе істейік. Сіздердің комментарийларыңызды күтеміз. Курьерді көрсең, жол бер. Ол шайтандай келе жатқан жоқ. Ол біреудің үмітін ақтап келе жатыр.